Бүгін Зелен ауданы әкімі аппаратында ауылдық округ әкімдеріне, аудандық бөлім басшыларына Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылы 29 желтоқсандағы номер 153 жарлығымен бекітілген мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік нормаларын және мінез-құлық қағидаларына түсініктеме іс-шараларын жүргіздік. Мінез-құлықтың жалпы стандарттарына сәйкес мемлекеттік қызметшілер моральдық әдептілік нормаларын ұстануға, қоғамға жат мінез-құлық, оның ішінде қоғамдық орындарда адамның қадір-қасиетін және қоғамдағы адамгершілікке нұқсан келтіретін мас күйінде болу жағдайларына жол бермеуге, соның ішінде мемлекеттік қызметшіліктің сақталуын қамтамасыз етуге, өзіне сеніп тапсырылған мемлекеттік меншікті автокөлік құралдарын қоса алғанда ұтымды, тиімді және тек қызметтік мақсатта ғана пайдалануға міндетті болып келеді. Оның ішінде мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылықтардың профилактикасына бағытталған іс-шараларды әзірлеу, мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік әдепті сақтаудағы жауапкершілік деңгейін арттыруды қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдау, әдеп жөніндегі уәкілдердің қызметін үйлестіру және мемлекеттік органдардың тәртіптік комиссияларымен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлеу болып табылады.